Құрметті достар, ойынымыздың ережесі бойынша 1-4 ойындарынан 3 команда бірден жартылай финалға жолдама алды, және біз сол жеңілген командалардың арасынан ұпайды ең көп жинаған заң факультетін қосып отырмыз. Яғни қазір осы 4 команда тағы да жеребе тартатын болады. Мархабат, жеребе тартайық, кім-кіммен түсетін қазір анықтайтын боламыз. Сонымен бұл заң факультеті. Заң факультеті 1. Заң факультеті 1. Механика және мұнайгаз факультетінен құралған команда 4. Белсенділерден құралған 2. Ақпараттық технология және энергетика факультеті 3. Сонымен 1 мен 2, 3 пен 4 ойнайтын болады. Баршаларыңызға сәттілік тілейміз. Қайырлы күн, қымбатты достар. Қайырлы күн, Әуезов ТВ YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Эфирде әдеттегідей зияткер интеллектуалды ойыны. Сонымен достар, жартылай финалдың екінші сайысы командалармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің оң жағымда механика және мұнайгаз ісі факультетінен құралған Алжанов Бексұлтан мырзаның командасы. Ал менің сол жағымда ақпараттық технология және энергетика жоғары мектебінен құралған Серік Исламбек мырзаның командасы. Әрине достар, бұл сайыс 12 факультеттің іріктеліп алынған 12 командадан іріктеліп, қазір 4 қана команда жартылай финалға тікелей жолдама алды. Енді мен ойынның ережесімен кішкене таныстырып өтетін болсам, жартылай финалда 8 сұрақ қойылады әдеттегідей. Сұрақты командалар кезек-кезегімен таңдайды. Сұрақты таңдаған командаға 1 минут уақыт беріледі. Егерде команда 1 минутта дұрыс жауап бермесе, қарсылас командаға да жауап беру мүмкіндігі беріледі. Егер команда сұрақты алған уақытынан бұрын, яғни сұраққа бірден жауап беретін болса, келесі сұраққа жауап беруде ол үнемдеген 1 минутын пайдалана алады. Әрине бұл жеңілдік, бұл ойында тек қана бір-ақ рет. Егерде командалар тең түсіп жатса, команда капитандары өзара сайысқа түседі. Қосымша сұрақ қойылады. Кім жылдам әрі нақты жауап берсе, ол әрине алтын ұпайға ие болып, командасымен бірге финалға жолдама алатын болады. Егерде сұрақтың жауабы кішкене күмән тудыратын болса, біз сарапшылардың көмегіне жүгінеміз. Сарапшылармен таныстыра кетейін. Жастар орталығының директоры Сағындық Сәкен мырза, актер, сценарист Дәнекер Оразбай мырза. Достар, 4 команданың ішінде біз жеңімпазды анықтаймыз. Әрине жеңімпаздар арнайы кубокпен, қаржылай сыйлықпен марапатталады. Сайыс соңында біздер болып үздік ойыншы мен үздік капитанды анықтайтын боламыз. Олар да арнайы статуэткамен марапатталатын болады. Ережелер айтылды, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Біз бастаймыз. Ендеше жеребе бойынша сұрақты алғашқы болып таңдайтын Серік Исламбек мырзаның командасы. Мархабат, кезек сіздерде. Сонымен жартылай финал, алғашқы сұрақ, мұқият тыңдаймыз. Столда 3 шам жағулы тұр. 1 шам өшіп қалды. Столда қанша шам қалды? Бірден жауап береміз деді. Әрине, егерде команда дұрыс жауап берген жағдайда 1 минутты үнемдеп, келесі жауап беруде пайдаланса болады. Сонымен бізде жауап дайын. Тыңдап көрейік. Бұл сұраққа Ералиев Ерлан жауап береді. Бұл сұрақтың жауабы столдың үстінде 3 шам қалады. Есеп 1-0. 1-0. Әрине, Исламбек мырзаның жолы болды. Оның бағына қарай оңай сұрақ келген екен. Бексұлтан мырза, мархабат, кезек өздеріңізде. Жақсылап таңдаңыздар сұрақты. Бексұлтан мырзаның командасына алғашқы сұрақ. Мұқият тыңдайық. Сұрақ спорт жайында болмақ. Бақтияр Артаев еліміздің мақтанышы. Қай олимпиада ойындарында Баркер кубогын жеңіп алды?
Уақыт кетті. Синяя олимпиадасында кубок жеңіп синяя Афинаға. Уақыт. Біздің ойымызша Сидней олимпиадасында. Сидней Иә. олимпиадасында. Жауап қабылдаймыз. Исламбек мырза, сіздің командаңызда жауап бар ма? Тыңдап көрейік. Бұл 2000 жылы 2004 жылы Афина жарысында. Енді жауаптарды қабылдадық. Дұрыс жауап. Бақтияр Артаев. Баркер кубогын жеңіп алған олимпиада ол 2004 жылы Афинада өткен олимпиада болатындығын. Есеп 2-0. Есеп 2-0. Серік Исламбек мырзаның командасы 2-0 есебімен алда келе жатыр, және бұл командада 1 минут қосымша уақыты бар. Мархабат, Исламбек мырза. 2000 жыл әрине ол біздің мақтанышымыз Бекзат Саттарханов. Сол жерде олимпиада чемпионы болған. Біле жүріңіздер, достар. Мұқият тыңдайық. Өте қиын сұрақ. Ол тағамға қанша көп тұз салсаң да, тағамның дәмі өзгермейді. Ол қандай тағам? Уақыт кетті. Уақыт. Исламбек мырза, естеріңізге сала кетейін, сіздерде тағы да қосымша 1 минут жеңілдіктеріңіз бар, егерде қолданам десеңіздер. Әлде жауап дайын болса, жауапты да тыңдауға дайынбыз. Біздің ойымызша бұл күйген тамақта қанша тұз салсаң да өзгермейді. Тамаша, жауап қабылданды. Біз Бексұлтан мырзаның командасына жауап болса тыңдап көрейік. Бізде Ол жауап бар, ол жауапқа Бақберген деген жігіт жауап береді. жауап жұмыртқа, вареный қайнатылған жұмыртқа. Ол тағамға қанша тұз салсаң да, әрине қайнатылған жұмыртқаның дәмі өзгермейді. Есеп 2-1. Есеп 2-1. Бексұлтан мырза, сұрақ таңдаңыз. Өте оңай сұрақ болатын. Иә, қайнатылған жұмыртқаға қанша тұз салсаң да, оның дәмі өзгермейді. Мұқият тыңдайық. Бұл зат 25 литр немесе одан да көп мөлшерде суды әшейін бір ғана тамшысымен ғана лайқатып тастайды. Мен не жайлы айтып отырмын? Уақыт кетті. Ол зат
Бұл нәрсе 25 литр немесе одан да көп суды әшейін түсін өзгертіп тастайды. лайға тастайды. Ей, 25 литр су лайға су жағын. Лайға суға бір тамшы таза су табады, и ол лайға тастайды. Арқа бір тамшы таза су тастайды, ол лайға тастайды. Ол типа лайға су болды. Қандай су екенін айтқан жоқ па? Уақыт. Бексұлтан мырза. Біздің сұраққа Алихан деген жігіт жауап береді. Ағынды лайға суға бір тамшы таза судың тамғаны ма? Сонда Ағынды лайға су. ағынды суға бір тамшы таза су қосып жіберсе, лайға жібереді. Жауап қабылданды. Исламбек мырза, жауап бар ма сіздерде? Біздің топтың жауабы бойынша бұл зеленка деп ойлаймыз. Зеленка. Жауап қабылданды. Сонда Бексұлтан мырзаның командасының пайымдауы бойынша ағып жатқан лайға суға бір тамшы суды, таза суды тамызып жіберсе, су лайқаланып кетеді өз лай суға. Сіздер 25 және одан да көп дедіңіз. 25 және одан да көп суға біз зеленкінің бір тамшысын тамызып жіберсек, ол лайға болып кете ме? Лайқат. Иә, жарамсыз етеді. Әрине логика дұрыс, бірақ бұл сұрақтың дұрыс жауабы мұнай. Мұнай болатындығын есеп 2-де 1. Есеп 2-де 1. Исламбек мырза, сұрақ таңдаңыз. Және де ескерте кетейін, сіздердің командаларыңызда қосымша 1 минуттарыңыз бар. Соны жаңа жұмыртқада пайдалануларыңыз керек еді. Сұрақ өте логикалық сұрақ. Мұқият тыңдайық. Бәрімізге белгілі. Айнадан қарағанда сағат теріс көрінеді. Уақытты бірден айту өте қиын. Ал енді бір мамандық иелері бар. Олар айнаға қарап, теріс тұрған сағатты бізден қарағанда жылдам айтады. Ол қай мамандық иелері? Уақыт кетті. Әдетте біз айнаға қарап тұрғанда артымызда сағат ілініп тұрса, ол бізге теріс көрінеді. Біз оның тура уақыт көрсетіп тұрған бірер секундтан кейін ғана ойланып табамыз. Ал бір мамандық иелері бізге қарағанда әлде қайда жылдам айтады екен. Қай мамандық иелері? Есеп 2-де 1. Зеленый тексер. Исламбек мырзаның командасы алды. Уақыт. Бұл сұрақтың жауабын біз окулист деп ойлаймыз. Деп ойладыңыздар окулист деп. ойладық. Окулист айнаға қараса, яғни сағатты терісін бізге қарағанда жылдамырақ табады. Себебі ол кісілер көзге жақын болғандықтан сол себептен де ойлаймын. Жақсы. Жауап қабылданды. Бексұлтан мырза, жауап бар ма сіздерде? Жауап бар. Сіз қай мамандық иесі деген. Мен сварка дедім. Өйткені сварщик. Өйткені қол жетпеген жерге айнаны қойып, сонымен варт еткен көрген. Жақсы, жауап қабылданды. Ал енді есімізге түсірейік кішкене. Қай мамандық иелері айнаның алдында көп жұмыс жасайды? Шаштараз. Әрине, бізге қарағанда шаштараз тезірек сағатты көреді екен. Ол себебі үнемі
Иә, айнаның алдында жұмыс жасайды екен. Ұпай ешкімге берілмейді. Сұрақ екі команда да дұрыс емес жауап берді. Бексұлтан мырза, мархабат, сұрақ таңдаңыз. Достар, естеріңізге сала кетейін, бұл жартылай финал, екінші ойын. Бексұлтан мырзаның таңдаған сұрағын оқиын. Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда әр елдің өзінің ұлттық валютасы бар. Жалпы ақшаның шығу тарихы өте тереңде жатыр. Сұрақ: ең алғашқы монета қайда пайда болды? Уақыт кетті. Примеміз ба? Грециямыз ба? Греция. теңгені қолданған үйдің сол ақшаны шығарған ең бірінші қандай монетадан аты қандай? Ұлыбритания ең Сонымен, уақыт, Бексұлтан мырза. Британия. Ау? Ұлыбритания. Ұлыбритания. Тамаша жауап қабылданды. Жауап бар ма, Исламбек мырза? Біздің ойымызша ол США, ақш. США, ақш. Тамаша. Ал енді дұрыс жауапты тыңдап көрейік. Ең алғашқы монета ол кіші Азия ежелгі Лидия мемлекетінде пайда болған екен. Ешкім дұрыс жауап берген жоқ, ешкімге берілмейді. Исламбек мырза, сұрақ таңдаймыз. 2-1 есебімен Исламбек мырзаның командасы қазір алда келе жатыр, және бұл командада 1 минуттық қосымша жеңілдік бар ойлануға. Исламбек мырзаның соңғы сұрағы таңдаған. Мұқият тыңдаңыздар. Кішкентай мұрны бар, күлірең пілге өте қатты ұқсайды. Әңгіме не жайлы болып жатыр? Уақыт кетті. күлірек күлірек неге бареді ғой сиыр сияқты ма сиыр сияқты ма басқа елде қоңыр ма тағы бір минут қосамыз Қысқа жегіш ба? Қысқа жегіш. копилка Біз қосымша минуттан алсақ қазір. Қосымша минутты. Қосымша минут. Сұрақты қайталайын. Кішкентай мұрны бар, күлірең пілге өте қатты ұқсайды. Әңгіме не жайында? не деп тұрған жоқ не жайында деп Қысқа жегіш демек. Исламбек мырзаның командасы Сұрақ дайын. Жауап дайын. жауап дайын дейді, тыңдап көрейік. Өкінішке орай қазақшасын білмеймін, бірақ орысшасы муравед. Құмырсқа жегіш. Муравед. Жауапты қабылдап көрейік. Жауап құмырсқа жегіш.
Бексұлтан мырза, жауап болса, тыңдап көрейік сіздерден. Біздің топтан Досжан деген жігіт жауап береді. Біздің ойымызша ол тышқан болуы мүмкін. Тышқан. Тышқан. Жауап қабылданды. Бірақ Бексұлтан мырзаның командасында жаңа мен бір жауаптарды естіп қалған болатынмын. Әрине, капитан Бексұлтан ол сұраққа мүлдем назар аудармаған секілді. Кішкентай мұрны бар күлірен пілге өте қатты ұқсайды. Ол кәдімгі өзіміздің копилка немесе пілдің баласы. Сұрақ өте оңай. Есеп 3-2, 2-1. Есеп 2-1. Бексұлтан мырза. Бексұлтан мырза әрине сұрақты қабылдамаған шығар, бірақ Бексұлтан мырзаның командасында бұл жауап болды ғой, Кім айтты оны? Кім тапты? Копилка деген мен сөздерді ақылдасуда естіп қалдым. Сол кезде табатын шығар деп ойлаған едім, бірақ сіздер таппадыңыздар. Соңғы сұрақ жартылай финалдағы. Мұқият тыңдаңыздар. Адам нені бұзған сайын қуанады? Уақыт кетті. Тыныштық. Сөз берген. Өз ойлайды. Сонымен уақыт. Бексұлтан мырза. Заң бұзған кезде, яғни правила бұзған кезде адам қуанады. Ережені бұзасың, қуанасың ба? Жақсы, сұрақты қабылдап көрейік. Исламбек мырза, сіздердің командаларыңызда. Бізде жауап жүйке жүйесі, басқа адамның жүйке жүйесін бұзсақ, бізге сол рахат. Сіз қуанамыз. Сонда біреудің жүйке жүйесін бұзсаңыз, қуанасыз. Адамдар қатыгез ғой. Иә. Сіз қазір Дәнекер мырзаны сипаттап тұрсыз. Ал енді дұрыс жауабын айтайын. Мен білмеймін, бұл сұраққа мен енді бірден жауап беретін шығар деп ойладым. Негізі өте қарапайым сұрақ. Адам баласы рекордты бұзған кезде қуанады. Мінекей достар, жартылай финалдың екінші ойыны өз соңына жетті. 2-1 есебімен Серік Исламбек мырзаның командасы жеңіске жетіп, ақтық ойындарға жолдама алды. Ал Алжанов Бексұлтан мырзаның командасы өкінішке орай бұл ойында жеңілді, бірақ дегенмен де өкінетін жағдай жоқ. Бұл команда 3-ші орын үшін таласатын болады. Алда тағда ақтық ойындар, 3-ші орынға талас үшін ойын. Достар, бізбен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Қай ойыншы ең үздік, қай капитан ең үздік, соны бәріміз бірге біздер болып анықтайтын боламыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі ақтық ойындарда жолыққанша сау, саламатта болыңыздар.